миы өліп қалғандай болады. Гипоксия мозга. Өте ауыр вызовтармен звондаған кезде біз алғашқы бірінші категориямен жібереміз. Скорая. Алдында келіп жатқанда содан азандай тұрмаған. Гипер. Жедел жәрдем тәулігіне мыңдаған шақыртулар қабылдайды. Өмір мен өлім арасындағы жедел шешімдер, тынымсыз жұмыс, қиын жағдайлар. Бүгін біз осы қызметтің ішкі әлеміне еніп, сіздерге көрсетеміз. Жамбыл облыстық медициналық жедел жәрдем станциясының оперативті бөлім меңгерушісі Абитаев Бекзат Асылбекұлы дәл қасымызда. Аға, жұмыс барысының қалай басталатынын түсіндіріп кетсеңіз. Қайырлы күн. Бұл біз тұрған жер біздегі Жамбыл облыстық жедел медициналық жәрдем станциясының Жамбыл облысы бойынша орталық, колл-центр орталығы болып саналады. Бұл жерде бізде тәулік бойы 14 диспетчер қызметкерлер Жамбыл облысы тұрғындарынан, Тараз қаласы тұрғындарынан және де облыс қонақтарынан шақыртуларды қабылдайды. Облыстағы барлық шақыртулар осы жерде? Жамбыл облысы бойынша 11 аудандық бөлімше, аудандар және қала, Тараз қаласы бойынша барлық шақыртулар осы жерге түседі. Бізді шақыртуды өңдеген диспетчер өңделеді. Шақырту 4, шақыртуды жөнелту дейміз, бригадаға беру, диспетчер эвакуатор дейміз, осы кісілерге түседі. Бұл жақта бізде орталық станцияның аға диспетчері мен және аға дәрігер отырады. Бұл жерде бригадаларды қадағалау орны болып саналады. Бір ғана шақырту осынша қадамнан тұрады. Көрдіңіздер, қанша қадамнан келіп, сізге қарай жедел жәрдем баратын болады. Бізде диспетчер оператор Алтайбаева Гүлбахрам әпкеміз ең бірінші шақырту осында түседі. Ең алғашқы вызовтар Жамбыл облысы бойынша түседі. Қаладан, ауылдардан. Сол кезде науқастар жаңағы тамағына бір нәрсе тұрып қалды, немесе жүрек қысылып жатыр, ауа жетпей жатыр, немесе жаңа жол апатына ұшырады, машинаның арасына қысылып қалды деген сондай өте ауыр вызовтармен звондаған кезде біз алғашқы бірінші категориямен жібереміз. Сол кезде телефонды қоймаңыз, телефон тұтқасын, громкоговорительге дауысын шығарып қойыңыз да, біз сізге алғашқы көмек жасаймыз. Біздің барғанымыз жедел жәрдемнің жетуіне, баруына, көмек жасауына ешқандай кедергі жасамайды. Оған дейін біз алғашқы көмек жасайық деп айтамыз. Мен тұрғындарға айтатыным, бізде вызовтар бұл жерде сортировка именно осы диспетчерский службадан басталады. 4 категорияға бөлінеді вызов. Бірінші категория ол ең шұғыл науқастың өміріне қауіп-қатер төніп жатқан науқастарға жіберіледі. Ол 10 минуттың ішінде жету керек. Қаншалықты дұрыс ақпарат бергеніне байланысты біздің қызметіміз соншалықты халыққа деген дұрыс болады. Потому что қараңыз, мысалы 4 категорияға бөлінеді. Бір жерден науқас действительности қиналып, судорога болып или жүрегі, өкпе, тынысы тоқтап жатады. А бір жерде просто температура, например, бұрынғы созылмалы аурулары қозып жатады. Соны біз анықтауымыз керек қой. Сондықтан олар бізге дұрыс ақпарат беріп, сұрақтарымызға дұрыс жауап берсе екен деймін, мен айтатыным сол. Бізде мұнда шақыртуды күту бөлмесі, мұнда жедел жәрдем қызметкерлері шақыртуды күтетін болады. Мұнда дәрі қобдишасы дайын тұрады. Сіздер осында шақыртуды күтесіздер, хабарландыру шақырту қай жерге түседі, қай жерге баратындарыңыз ақпарат? Бізде шақырту әр категориямен біз реанимационный бригада болған соң самый сложный Потом селектор мен диспетчерлер хабарлама береді, осындай бригада вызовқа шығыңыздар деп. Водителіміз әрқашан өзінің машинасының рулінде отырады. Вызовтың категориясын айтасың, по категории олар уже қандай скоростьпен жүру керек, қанша доезд у нас 15 минут. 15 минуттың ішінде жетуіміз керек. Шамамен қанша шақыртуға барасыздар? Қазір мынау тұмаудың көбеюіне, ұлғаюына байланысты даже әр бригадаға 20-25 вызовтан түсіп жатыр. Күнде сондай қазір тұмауға байланысты көп ұлғайып кетті өсіп. Тұмаумен шақырылады ма көбісі? Тұмауда көп, өте көп. Жас балалар? Жас балалар кіші, даже нәрестелерде көп. Көбісінде судорога мен температуралар өте жоғары. 19-ші квартира. Өз-өзіне шақырып, нехватка воздуха, учащенное сердцебиение. Біз қазір қай санаттағы шақыртуға бара жатырмыз? Бірінші категория. Өз-өзіне шақырып жатыр. 40 жастағы кісі. Ауа жетпейді дейді, нехватка воздуха, учащенное сердцебиение.
сол жүрегі ауырып жатыр деп, ол бірінші категорияға жатады. Яғни 10 минутқа дейін жетуіміз керек. 10 минутқа дейін жетуіміз керек. Оңға қабылда, оңға. Осы больницаға апарамыз, осы жолдан біз өтіп кетейік деп. Сол кезде бізге сопровождение береді, қосылады любой патрульдер ша. Сонымен бізді больницаға дейін апарып тастайды. Шақыртуға келдік. Біз енді рұқсатсыз сұрамаймыз. Бірінші рұқсат сұрап алайық, содан кейін. Егер рұқсат берсе, түсіреміз. Скоро. Жедел жәрдем қызметкерлері ішке кіріп кетті. Бізге түсіруге рұқсат бермеді. Шақырған кісі. Қазір дәрігерлер алғашқы көмек көрсетеді. Қажет болған жағдайда ауруханаға алып кететін болады. Аға, осы шақыртуға бара жатқан кезде қандай қиындықтар туындайды? Қандай қиындықтар туындайды деген кезде, жұмыс уақытысына біткен уақытта, мысалға часпик дейді ғой, часпик уақытысында кедергілер көп болады, мысалға жол бермеу, өйткені ол уақытта кептеліс көп болады. Кептеліс көп болғандықтан машиналар жолдың шетіне де шыға алмайды. Бір шетінен қалада енді жолда тар болғаннан кейін кептеліс бізде көп болады. Мүмкіндігі жеткенше жол беруге тырысады, бірақ қатты кептеліс болып қалады кейде. Домдардың арасына кірген кезде жолдың етегінен, ондай жолдың жағасына машиналарды көп қойып тастайды. Сол уақыттарда бізде қиналып тұрып қаламыз. Кейде болады, мысалға домның басына қоямыз, фельдшерлеріміз амал басына дейін өздері жаяу баратын уақыт болады. Ары қарай кіре алмаймыз, өйткені машиналар бірінің артынан бірін қойып тастайды. Ол жерге только жеңіл машина ғана жүріп өтетін жер ғана бар, мынандай скорыйлар кіре алмайды. Түсінікті, сопровождение полиция қызметкерлері жасаған күндер болды ма? Иә, болды. Өте ауыр халдегі адамды алып бара жатқан жағдайда бірінші 102-ге звондаймыз, міндетті түрде алдымыздан күтіп алып, жаңағы ауруханаға дейінгі жеткізетіндей қылып, өйткені бізге көбісі жаңағыдай кептеліс уақытысында жол ашқанға 102-нің өте көмегі көп тиеді бізге. Дәл осылай алып келді, алғашқы көмегін көрсетті. Ары қарай қабылдау бөлімшесіне, ауруханаға, ары қарай дәрігерлердің қолында. Жаңа жағдай қалай болды жаңа кісінің? Жағдай өте ауыр. Қазір миын КТ-ға түсіріп жатыр. Анализ на сахар КШС деген бар, соны алды. Қазір КТ-ға кіргізеді. Науқастың туысқандарының ата-анасының сөзіне қарағанда, ол кешкі сағат 18:35-терде келген дейді. Содан төсегін салып жатып қалған. Кешкі асқа тұрмаған. Одан соң бүгін енді обед болғаннан кейін, балам тұрып тамағын ішпейсің бе десе, тағы да реакция жоқ дейді. Содан кейін қорыққаннан скорый шақыртқан. Бұндай жағдайда медицина тілмен айтқанда гипергликемический состояние дейді, сахары 30-2 болып тұр. Это өте жоғары. Содан комаға кетті. Комада кешкі 6-дан бастап есептейтін болсақ, 12 сағат, бер жағында 18 сағаттың көлемінде миы өліп қалғандай болады. Гипоксия